Мен өз елімнің болашағына немқұрайлы қарамайтын патриот ретінде Қазақстан Республикасының өкілді органдарының депутаттығына мандатқа үміткер ретінде республикамыздың саяси тарихында алғаш рет ұйымдастырылып жатқан Нұр Отан партиясының партия ішілік праймеризіне қатысуды шештім. Білім саласындағы 19 жылдық еңбек өтілі бар. Айналайын балалар үйінің қамқоршылар кеңесінің төрағасы, Харекет қайырымдылық қорының Талдықорған өңірі бойынша басшысы ретінде қоғамдағы әлеуметтік, білім және жастар мәселелерін шешудің жолдарымен тығыз байланысы бар азамат ретінде өзіндік негізгі бағыттарым бар. Айналайын балалар үйімен 2015 жылдан бастап тығыз байланыста іс-шаралар атқарып келемін. Білімгерлер қатарынан волонтерлік топтар құрып, балалар үйінің тәрбиеленушілеріне қосымша білім беру бағытында көптеген жұмыстар атқарылды. Бірыңғай ұлттық тестке бағытты түрде дайындау барысында әр жылғы түлектері жоғарғы оқу орындарының мемлекеттік грант иегерлері болуда. Харекет қайырымдылық қорының Талдықорған өңірі бойынша басшысы ретінде еріктілермен бірге 4 ай ішінде көп балалы мұқтаж отбасыларға 8 баспана кілтін табыс еттік. Праймеризге қатыса отырып, білім саласы қызметкері және қоғамдық белсенді ретінде өзімнің сайлауалды бағдарламамда отандық білімнің дамуына бағытталған мақсаттар қоямын. Сонымен қатар жастар, бұқаралық спорт және әлеуметтік мәселелерге байланысты сұрақтар да менің бағдарламамның негізгі бағыттары болып табылады. Құрметті талдықорғандықтар, менің бағдарламамда әлі де болса көптеген әлі күнге дейін шешімін таппаған мәселелер бар, бірақ олардың барлығы алда көтеріледі. Ол экология, қаламыздың тазалығы, мәдени сақталуы, жергілікті билік пен қалалықтар арасындағы қарым-қатынас, медицинаны жетілдіру және тағы басқа сұрақтар. Жалпы менің сайлауалды бағдарламам қалалықтардың тұрмыс жағдайын жақсартуға бағытталған. Құрметті партияластар, мемлекетіміздің партияның бағдарламаларын және өзімнің сайлауалды бағдарламамның жүзеге асуына бар күш-жігерім мен білімімді сала отырып қызмет ететініме сіздерді сендіргім келеді. Маған дауыс беріңіздер. Өздеріңіздің әлеуметтік әл-ауқаттарыңызға дауыс беріңіздер. Менің сайлауалды бағдарламамның ұраны елге қызмет, мұқтажға демеу, ұрпаққа білім.